бүгін екінші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан аумағындағы ерте орта ғасырлық мемлекеттер. Бұл тақырып негізінен 3 сағатқа бөлінген. Бүгін осы тақырыптың бірінші сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың зерттеу сұрағы 6-9 ғасырларда билік құрған қай хандардың есімдері тарихта сақталды. Оқу мақсаты оқиғалардың өзара байланысын табу арқылы түрік қағанаты құрылуының тарихи маңызын анықтау. Осы мақсатты кеңірек түсіну үшін, тақырыпты кеңінен талдау үшін назарымызды бейне жазбаға аударыңыз. Түркі халықтары археологиялық зерттеулер біздің заманымызға дейін 3 ғасырда Солтүстік Азиядағы Моңғол үстіртінің солтүстік бөлігінде түрік тектес халықтардың өмір сүргендігін дәлелдеген. Түркі тілдес халықтар өте көп. Әзірше зерттеліп отырғаны тек біздің заманымызға дейін 3 ғасырда шығыста орналасқандарының бір бұтағы ғана. Оның өзі тай жазба деректерінен белгілі болып отыр. Түркі тілдес ру тайпалардың негізінен мал шаруашылығымен айналысуы олардың үнемі көшіп қонуына себеп болса, ал мал басы артқан сайын жайылым жерлердің тарылуы олардың жерін кеңейтіп отыруды талап етті. Бүгінгі таңдағы түркі тектес ұлттардың ұлт болып қалыптасқан аймағын негізінен 6 топқа бөлуге болады. Олар шығыстан бастап Кіші Азия жеріне дейін мына аймақтарға орналасқан. Бірінші, Еділ жайық өңірінде татар, башқұрт, шуаш, Қырым татарлары. Екінші, Кавказ үстіртінде Әзербайжан, Қарашай, Балқар. Үшінші, Тұран ойпатында қазақ, қырғыз, өзбек, түрікмен, қарақалпақ. Төртінші, Шығыс Түркістанда ұйғыр. Бесінші, Сібір мен Шығыс Азияда Саха, Шор, Хакас, Алтай қырғыздары. Алтыншы, Кіші Азияда түркі ұлты. Ұлт болып қалыптасу өте күрделі мәселе. Кез келген үлкенді кішілі ұлттар ұлт болып қалыптасу үрдісінде басынан мыңдаған жылдарды өткізеді. Біріккен ұлттар ұйымының құрамында түркі тілдес 6 ел бар. Олар Түркия, Қазақстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Түркмен. Назарларыңызды картаға аударыңыздар. Бұл картада түрік қағанатының территориясы көрсетілген. Түрік қағанаты 552-603 жылдары өмір сүрген мемлекет. Ең алғашқы ерте феодалдық мемлекет деп айтуымызға болады. Түрік қағанаты оңтүстік шығысында Қытаймен, оңтүстік батысында парсылармен шектесіп жатыр. Түрік қағанатының негізгі құрамы түркі тілдес халықтардан тұрады. Олардың басым көпшілігі теле немесе терек тайпаларын құрайды. Теле түрік тілдес тайпалардың ортақ атауы. Қытай шежіресі бойынша теле сөзінен түрік атауы қалыптасқан. 542 жылы Қытай жылнамасында түрік этнонимі туралы жазылған. 552 жылы түрік қағанаты құрылып, 603 жылға дейін өмір сүрген. Назарларыңызды мына картаға аударыңыздар. Бұл картада қазіргі кезеңдегі Евразия құрлығында өмір сүрген мемлекеттер берілген. Яғни, түрік қағанаты осы мемлекеттердің территориясында өмір сүрген мемлекет деп айтуымызға болады. Түрік этнонимі Қытай деректерінде алғаш рет 542 жылдан бастап кездеседі. Түріктер Алтай тауларының етегінде өмір сүрген. Түрік сөзі берік, күшті деген мағынаны білдіреді. Билік етуші Ашина әулетіне байланысты айтылған. Түрік тайпаларының біраз бөлігі теле деп айтылған. Түрік қағанаты туралы толық мағлұмат алу үшін назарларыңызды видеожазбаға аударуларыңызды сұраймын. Түркілердің тарихы ежелден, сонау ғұн, сақ дәуірінен басталады. Француз ғалымы Рене Груссе Қытай деректері мәліметі бойынша түркілер бөріні пір тұтқан, және олар ғұндардың ұрпағы болып табылады деп көрсетеді. Түркі деген атау алғаш рет 542 жылы аталады. Қытай жылнамасында солтүстік батыс жақтың бірінен келген Тутсюйлер, түркілер, Қытайдың Вэй империясының солтүстік өңірлерін жыл сайын шауып, ойрандап кетеді делінген. Түркі атауының түрлі нұсқасы болғанымен, әлі күнге тұрақты байлам жасалған жоқ. Кононовтың пікірінше, түркі жинақтаушы ат, кейіннен тайпалар бірлестігінің этникалық атауына айналған.
Шығыс шекарасында белсенді әрекет ете отырып, түркілер батысқа да жорықтар жасады. Батыс жасағын Бумынның інісі Істеми Қаған бастады. Оның жорығы 553 жылы басталған болуы керек. Түркілер 1,5 жылда бүкіл орталық Қазақстанды, Жетісуды және Хорезмді бағындырды. Түркі қағанатының екіге, шығыс және батыс қағанаттарға бөлінуіне алып келді. Бейне жазбадан мағлұмат алғандарыңыздай, түрік қағанаты 552-603 жылдары өмір сүргендігін білеміз. Кестеде көріп отырғандарыңыздай, Ашина әулетінен тараған бұл мемлекетті Ашинаның ұрпақтары билеген. Ең алғашқы түрік қағанатының негізін салушы Бумын қаған. Бумын қаған 542-552 жылдары хандық құрған. Бумын қағанды сол кезеңде Елхан деп атаған. Елхан деген термин бұл мемлекеттің басшысы, билеушісі деген ұғымды білдіреді. Жужан қағанатына қарсы күресу үшін Бумын қаған 30 түрік тайпаларын біріктірген болатын. Сөйтіп, ең алғашқы Қазақстан территориясында ерте феодалдық мемлекетті құрған. Одан кейін Мұқан қаған билік жүргізді. 553-572 жылдары билік құрған Мұқан қаған Бумынның ұлы болып табылады. Ол жужандарды талқандауды аяқтаған. Түріктердің орталық Азия мен оңтүстік Сібірдегі үстемдігі толық орнады. Солтүстік Қытай жыл сайын Мұқан қағанға 100 бума жібек матасын салық ретінде төлеп отырды. Мұқан қағанның кезінде түрік қағанаты жоғары өркендегі ең күшті мемлекеттердің қатарына жатқызылды. Мұқан қағаннан кейін Иштеми қаған билік құрды. Иштеми қаған 554-576 жылдары билік құрған қаған болады. Кейбір деректерде Истеми қаған, кейбір деректерде Иштеми қаған деп те жазылып келеді. Бұл Бумын қағанның інісі, 10 түмен түрік қолын басқарған. Батыс бағыттағы жорықтар нәтижесінде қазіргі Қазақстан, Орта Азияны бағындырған, Еділ мен Солтүстік Кавказға дейін жеткен. 6 ғасырдың соңы мен 7 ғасырдың бас кезінде билеушілер әулетінің ішінде 20 жылға созылған өзара қырқысулар орын алды. Дәл осы тұста Қытай өз беделін күшейте түседі. Бұл таққа талас, өзара қырқысу түрік қағанаттарын әлсірете түседі. 603 жылы түрік қағанаты ыдырап, екіге бөлінеді. Батыс түрік қағанаты және шығыс түрік қағанаты. Енді балалар, түрік қағанатының саяси тарихына назар аударайық. Түрік қағанаты қай жылдары өмір сүрген мемлекет екен? Әрине 552-603 жылдар аралығында өмір сүрген ерте феодалдық мемлекет. 552 жылы Бумын Анағұй билеген аварларды, яғни жужандар мемлекетін талқандайды. Бумын қаған жужандарды жеңгені үшін оған Елхан деген атағы беріледі. Алайда Бумын 552 жылы қаза болып орнына баласы Қараеске қаған болады. Қараеске қағанның бастауымен түріктер аварларды Орхонның жоғары жағында Букрат тауларында екінші рет жеңеді. 553 жылы Хан қаған кезінде жужандар бас көтерместей болып жеңілді. Осы кезден бастап түріктер ұлы даланың шығыстағы қожасына айналды. Түріктер Орта Азияның ішкі аумақтарына жасаған жорықтарында эфталиктерден қатты қарсылық көрді. Түріктер эфталиктерді 10 жылдан кейін 563-567 жылдары жаулап алды. Қытай, Иран, Византия сияқты ірі мемлекеттерге өздерінің саяси ықпалын жүргізген күшті мемлекеттердің біріне айналды. Иштеми батысқа жорық жасап соғдыларды бағындырып, кейіннен Алтай тайпаларының солтүстігіндегі халықтарды бағындырды. Кең байтақ жерді алып жатқан түрік қағанаты саяси жағынан бір орталыққа бағынған күшті мемлекет бола алмады. Себебі 581 жылы қағанаттың өз ішіндегі соғыстар басталды. Бұл жағдайды пайдаланған Қытай мемлекеті және басқа да мемлекеттер түріктерге жан-жағынан шабуылдай бастады. 603 жылы түрік қағанаты батыс және шығыс түрік болып қағанаты бөлінді. Балалар, назарларыңызға тапсырма ұсынамын. Кестедегі сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Бұл кесте 4 сұрақтан тұрады. Бұл 4 сұраққа жауап беру үшін дескрипторды оқып алу керек. Білім алушы түрік сөзінің мағынасын анықтайды, түрік қағанатының құрылған жылын анықтайды, түрік қағанатын құрған қағанды анықтайды, түрік қағанатының екіге бөлінген жылын анықтайды. Ал енді балалар, тапсырманы орындауға кірісейік. Балалар,
Тапсырманы орындап болса, орындаған тапсырмаңызды дұрыс жауаптар арқылы тексереміз. Бірінші кесте бойынша түрік сөзінің мағынасы қандай? Түрік әскери ақсүйек деген ұғымды білдіреді екен. Түрік қағанатының құрылған жылы 557 жыл. Түрік қағанатын құрған қаған Бумин, түрік қағанатының қай жылы екіге бөлінді? 603 жылы. Балалар, тапсырманы орындап болсақ, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабағымызда түрік қағанаты туралы мәліметтер алдық. 6-9 ғасырда билік құрған қағандардың есімімен және саясатымен таныстық. Түркі тайпалары өз мемлекетінің шекарасында бірігіп, жаңа түркі халықтарының қалыптасу ошағына айналғандығын білдік. Осымен балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.